Баршаңызға сәлем қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің каналымда жаңа форматтағы видео, яғни мини-влог ретінде ауылдағы өмірді түсіріп көрейін дедім. Түйе сауып жатқанымды түсіремін. Осы уақытқа дейін мен, яғни тұрмыс құрғанға дейін түйе саумақ түгілі қасына жақындауға қорқатынмын. Осылай үйренісіп кеттік. Күн суық болғандықтан осылай тоңып тұрып билеп алатын кездер де болады. Үстімдегі курткама мән бермеңіздер, үлкен екен деп енемнің сарайдан тауып берген курткасы болатын, желден керемет қорғайды. Ал енді ботамызды салып 5 минуттай игенін күтіп, иген соң осылай ботамен жағаласып тұрып түйемді сауып алдым. Сіздерге қызық болсын деп осылай түйемен де біраз селфи видеолар түсіріп алдым. Түйенің сүті де, шұбаты да денсаулыққа өте пайдалы. Өздеріңіз білетіндей, асқазанға да жағымды, өте қою болып келеді. Енді осы сүтімізбен сүттен ашыған шұбатымызды араластырып, құрт қайнатып алайын деп жатырмын. Мұндай қазанымыздың асты жабысып қалмау үшін қарып отыратын ұзын осындай арнайы қасығы керек. Осылай жан жақтарын түбін ұдайы араластырып отырып қайнатып аламыз. Бас аяғы 2 сағатта пісіп шығады көбінесе. Енді ол сіздің сүтіңіз бен шұбатыңыздың өлшеміне байланысты. Міне осылай 1,5 сағаттай араластыра отырып, қатты отта қайнаттым. Енді осылай қоюланып, өздеріңіз көріп тұрғандай азайған уақытта қантымды салдым. Ең соңынан саламыз, себебі басында салып қойсақ қып-қызыл болып қызарып кетеді. Аппақ болып шығу үшін осылай соңына келгенде саламыз. Тағы сұйылады, тағы да араластыра отырып, енді астын жайға қойып барып, осылай тағы да жарты сағаттай араластырып пісіргенде дайын болады. Міне осылай піскенін қалай білеміз? Қазанымызға жабысып, ағып кетпей араластырғанда осындай қоп-қою болып шығуы тиіс. Енді қазанымыздың бетін жауып 1 сағатқа суығанша қалдырамыз. Міне суығанда осындай майы қатып, осындай өзінің формасын ұстай алатындай күйге енеді. Қазір пакетке салып алдым. Міне осындай 2 килограммдай құрт шықты менде. Қолмен осындай әртүрлі жасап шықтым. Қолға ешқандай жабыспайды, керемет болып шықты. Дәмі енді супер, шаймен керемет үйлеседі. Енді тәтті құрт дегенде басында мен де таңғалғанмын. Ащы құрт жеп үйреніп қалған соң, бірақ бұл да керемет болып шығады. Осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды білдіріп қойыңыздар. Менің каналымда басқа да көптеген керемет рецепттер бар. Баршаңызға ас болсын.